Ересектер ғаламшарымыздың қандай күйге душар болғанын байқамауы да мүмкін. Ендеше, оларға не істеу керек екенін көрсетіп, естеріне салайық. Германияда 1920 жылдан бастап қоқыстың өңдеу істері басталды. Яғни пластиктік қалдықтардың такси жәшігіне, қағаз қалдықтарын жәшігіне, алюминий қалдықтарын өңдеу жәшігіне салу арқылы біз қоқыстарды өңдеп жаңа заттар ала аламыз. Менің ойымша, біз баламалы энергия көзіне көшуіміз керек. Сол арқылы біз энергияны үнемдей аламыз. Мысалға, баламалы энергияға күн энергиясы, жел энергиясы, су энергиялары да жатады. Өте дұрыс айтасың. Қандай да бір түрдегі энергияны алуға негізделген. Күн энергиясы энергия көзінің сатылмайтын түрі болып табылады.